1899 жылы 12 сәуірде қазақ даласында тау қыраттарды аралап түрлі таш жинағанды ұнататын ерекше бала дүниеге келді. Оның есімі Ғабдулғани. Анасы оны Ғани, Ғаныш деп еркелете келе Қаныш аталып кеткен. Қаныштың алғыр болғаны сонша, ауылдың 4 жылдық мектебін 2 жылда бітірген. Бала болса да өз қалауымен білім қуып, қалаға аттанады. Бозбала Қаныш Семейде семинарияда оқып жүргенде жазушы Мұхтар Әуезовпен кездеседі. Содан бастап олар өмірлік жан досқа айналады. Қаныштың беймәлім салаға бет бұруына орыстың геологы, білікті профессор Михаил Усов себепші болды. Ол арманына қол жеткізу үшін халық соты қызметінен кетіп, Сібірдің Афинас атанған Томск технологиялық университетіне оқуға түседі. Ол керемет математик болып кетуі де мүмкін еді. Оған мысал Қаныш Имантайұлының жазған алгебра оқулығы. Ол небәрі студент кезінде орыстың шетелдің оқулықтарын зерттеп, әлемдік дәрежедегі қазақша математикалық оқулық жасап шықты. Қазақстанның сол кездегі астанасы Орынбор қаласына барып, ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлына тапсырған. Сондай-ақ Қаныштың өнер шебері болу мүмкіндігі де мол еді. Ол жастайынан жыршы жыраулардың арасында өсіп, ән жырды Жаяу Мұса, Естайлардың өзінен тікелей үйренген. Қазақтың ән мұрасын жинаушы Александр Затаевич Қанышпен кездесіп, оның аузынан 25 қазақ әнін, олардың шығу тарихын қағазға түсірген. Қаныш Сәтбаев Англияға сапары барысында әйгілі саясаткер Уинстон Черчилльмен кездеседі. Ол Қанышқа қарап, қазақтың бәрі сіздей алып па деп таңырқай сұрайды. Сонда Қаныш, о не дегеніңіз, Черчилль мырза, олай емес. Мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентайымын. Халқым менен де биік деп жауап береді. Қаныш Сәтбаев ұлтының болашағы үшін көптеген ұлы істер жасады. Оның геология ғылымында ашқан жаңалықтары мен жасаған жүйелері әлі күнге дейін қолданыста. Қаныш Сәтбаев есімі қазақ тарихында алтын әріптермен жазылған. Қаныш Сәтбаев атамыз алгебраны алғаш қазақ тілінде жазған ғалым. Ал сен Қаныш Сәтбаев атамыз туралы не білесің? Бірінші жылдары Баянауыл халық судьясы, Қарсақбай мыс комбинаттың бастығы, комбинаттың бас геологы қызметтерін атқарды. Қазақ халқының маңдайына біткен ұлы тұлғамыз жайлы қандай мәліметтер білесің? Асқар шыңдар мен төбелер, дархан ертеңі кемел, толған қазында әр шодан анам сен ғана, сен ғана. Сенің мүмкіндіктері орасан зор. Мысқа бай, көмір, құрылыс және өзге де минерал ресурстары жетерлік. Тек осының бәрін пайдаға асыру үшін көп күш жұмсау керек, жолдастар. Талай кездерде шырғалаң азап күн кешті.
Ай!